Саламатсыздар олар. Математика 5 сынып 792 есеп. Азайтудың қасиеттерін пайдаланып, тиімді тәсілмен есептеңдер дейді. Азайтудың қасиеттерін пайдаланатын болсақ, бірінші есептен қарайық. 12,918 азайту жақшаның ішінде 4,918 қосылған 3,4 тең. Азайтудың қасиеттерін пайдаланатын болсақ, бізге мына 12,918-ден 4,918 азайту болған ыңғайлы. Бірақ қаншалықты бұны жерде қосу болғандықтан біз екеуін де азайтамыз. 12,918-ден азайтамыз 4,918-ді және одан азайтамыз 3,4-ті. Тең 12,918 азайтылған 4,918. Азайтып алайық. 8-ден 8 азайтамыз 0, 1-ден 1 азайтамыз 0, 9-ден 9 азайтамыз 0. Және мұнда 12-ден 4 азайтамыз. Қарыз береміз. 8 қалады. 0-дер саналмай кетеді 8. Ендеше бізде анадан кейін тең қалды, бізде 8 азайтылған 3,4. Тең жалғастырамыз. 8-ден азайтамыз 3,4-ті. Мұнда 0 береміз, 4,0 қарыз береміз. Ондан 4 азайтамыз 6, мұнда 7 қалды, 3 азайтамыз 4. Тең 2-ға болады, тең 4,6-ға. Келесі есеп тең деп мына жерге жаза салайын. Азайтудың қасиеттерін пайдаланатын болсақ, бұл жерде тек біреуінен ғана азайтып, кейін қосып жіберсек болады. Сонда бізде 13,245 қосылған 9,188 азайту 6,188 деп осы біреуінен ғана азайтып алып, кейін қосып жіберсек болады. Ендеше азайтайық. 9,188-ден азайтамыз 6,188-ді. 0, 0, 3. Демек 3 деген сан қалды. Бізден жерде 3 шықты. Енді қосатын болсақ, ол бүтін сан бүтін бөлігіне кеп қосыла салады. 3-ге қосылады, сонда 16,245 болады. Осымен есебіміз аяқталды. Жақсы